Құрметті халайық, сіздерге Алексей Лукинский деген тарихшының жасаған мәлімдемесін айтқалы отырмыз. Себебі бұл тарихшының айтуына қарағанда, мына рус жұрты монғолдарға емес, қазақтарға бодан болуы мүмкін деп отыр. Яғни Алексей Лукинский деген адам былай деп жазды. 13 ғасырда қазақтың 4 негізгі тайпалары қияттар, керейлер, наймандар және меркіттер теміршіні хан көтереді. Содан кейін еділ бойындағы ата мекендерін азат ету үшін руске шабады және қазақтардың алтын ордасын құрады. Оның бір бөлігі ақ орда болады. Содан кейін қазақ хандығы құрылады да бері қарайғы төте жол Астанаға келіп тіреледі деген болатын. Яғни бұл тарихшының айтуына қарағанда қазақтар кезінде осы рус даласын, орыстарды жалпы Киев русын болсын, жалпы рус даласын жаулап алып, осы жерде билік құрған. Ал бұны орыс тарихшылары күні кешеге дейін бұрмалап әртүрлі жолдармен жасырып келді деп отыр. Ал бұл пікірге қалай қарайсыздар? Шынында да қазақтардың жаңағы ханы теміршін болған ма, яғни Темучин, Шыңғыс хан, және біздің тарихымыз әлі де ашылатын тұстары көп па? Бұл тарихшының бұндай мәлімдеме жасауына не себеп болуы мүмкін? Яғни біз өзіміз ойлар едік, Қазақстан тарихшылары осындай мәлімдеме жасап жатса. Жоқ, бұл мәлімдемені жасап отырған тарихшы Алексей Лукинский. Яғни бұл сырт елдің тарихшысы осындай баға беріп отыр. Қазақтар сол кезге дейін рус даласына билік етіп келді дейді. Бұны кейіннен мына ресей тарихшылары бұрмалауға салып келді дейді. Неше түрлі жолдармен жасырып келді дейді. Ал сіздер бұндай пікірмен келісесіздер ме? Қалай ойлайсыздар? Бұндай тарихқа деген көзқарас дұрыс па?